Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 60 бөлім. Сельдерей. Өзіміз білетін бау-бақшада өсірілетін 2 жылдық шөп тектес өсімдік. Сельдерейдің тамырында А, В, С секілді витаминдер бар. Дәрілікке тамыры мен шөбі пайдаланылады. Тыныс жолдары қабынғанда қолданылады. Сельдерей тұнбасын дайындау үшін 3-4 грамм кептірілген тамырын 1 литр қайнаған суға салып 8 сағат бойы шылайды. Осылай дайындалған тұнбаны күніне 3 рет 1 шай қасықтан ішеді. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.